Ұлпан жап-жасыл орманды жанындай жақсы көретін. Күз келіп, гүлдер ғайып болды. Жыл құстары ұшып кетіп жатты. Жапырақтар сарғайып түсе бастады. Ұлпанды бір көңілсіздік басты. Тек емен басында ғана жапырақтар қалды. Оның өзі де күннен күнге сирей бастады. Бірде Ұлпан шыдай алмай, үйінен желім, жіп алып шығып, өзі жақсы көретін қарт еменге жүгіре жөнелді. Оның қалған жапырақтарын жел ұшырып әкетпесін деп, бұтақтарына желімдей бастады. Біраздан соң қолдары тоңып, икемге келмей қалды. Сол кезде жел тұрады, жапырақтар сыбырласқандай болды. Кәрі емен сықырлай керіліп, есіне алды да, ақырын ғана: "Сен не істеп отырсың, ақымағым-ау? Ұйықтауға мұрша бермедің ғой", деді. "Сізді оятайын дегенім жоқ еді", деп қысылды Ұлпан. "Жапырақтарыңды желім дедім, әйтпесе ештеңе қалар түрі жоқ. Баламысың деген, жұмысымды түгел бітірдім ғой, енді демалу керек. Өсірген жаңғақтарыма қарашы, ғажап емес пе? Қазір күн болса қысқарды. Жасыл түстен айырылған соң, жапырақтар біткен сарғайып кетті. Ұйықтайтын мезгіл жетті. Ұйқыға кірсеңіз, қыс бойы сізге қоректі кім дайындап береді? Менің ештеңе жеуге де, ішуге де зауқым соғып тұрған жоқ", деді кәрі емен. "Ұйқы қысып барады. Өстіп тұрып ұйықтап қаламын. Біз ағаштар қысты күні өспейміз де, гүлдемейміз де". Емен тынысын терең алды да үндемей қалды. Ей, деді Ұлпан ақырын ғана, бұжыр-бұжыр діңін тоқылдатып. Ол не?" деді емен сықырлап. "Кешіріңіз, тағы бір сұрақ. Сарғайып қураса да, жапырақтарыңыздың түспей орнында тұрғаны дұрыс қой. Ағаш көркі жапырақ емес пе?" Жоқ, деп есінеді емен. "Қысты күні сұлулықты ойлар жай жоқ. Жапырағымызды өзіміз түсіріп тастаймыз. Олар түспей тұра берсе, қар басып қалады. Оны бұтақтарымыз көтере алмай, сынып кетеді ғой". Ұлпан тағы еменнен қабығы, бөрі, жаңғағы жайында сұрамақ болды. Бірақ жел тұрды да, құлағына ағаштың қорылдағаны келді.